Мына өмірде үш қысқан жаман деген сөз бар екен. Қарыз қысқан, аяқ киім қысқан, дәрет қысқан дейді. Ал қаншауын бастан кешіріп жүрсіңдер. Тұп-тура сол қарыз қысқанның біреусі кешегі 5000 жылдың алдындағы Бабилондағы Табасар болатын. Қарыздың қайта-қайта қыспаққа алуы Табасарды атамекенінен қуалап тыныш болды. Атамекенінен қашып шыққан Табасар қарақшылармен бірлесіп тонаушылықпен шұғылданды. Алғашында барлығы жап-жақсы болатын. Олар тапқан ақшаларын мүмкіндіктің барынша істетіп жырғап жүрген ғой. Бірақ әлгі өзіңнен зор шықса, екі көзің сонда шығады дегендей, келесі бір кезекте тонаған керуендерінің күзетшілері олардан әлдеқайда қуатты болды да, жаңағы қарақшылықпен шұғылданып жүргендердің барлығын ұстап алып құлдыққа сатып жібермесі бар ма. Міне осылайша Табасар Лира ханымның құлды құлы болып бірақ шыға келді ғой. Ешкімге қосылмай, өзінше болып отыратын Табасардан Лира ханым, сен неге анау құлдармен бірге отырмайсың деп сұрайды емес пе? Сонда, ойбай Лира ханым-ай, мен құл емес едім, ерікті адам едім. Осындай қолымдағы бағымды бағаламай, бүгін алдыңа құл болып келіп отырмын емес пе деп еңірейді ғой. Сонда Лира ханым тұрып, ей Табасар, сенің патшаң жауларымен күресу үшін бүкіл әдіс амалдарын қолданады емес пе? Ендеше сенің жауларың анау қарыздарың емес пе? Ендеше сен неге сол жауларыңменен күресіп, қарыздарыңнан құтылып, Бабилонға қайтпайсың дейді. Ойбай, өзім қолым байлауда, өзім айдауда сенің қолыңда құл болып жүрсем, мен қалайша қарыздарымнан құтылуға мүмкіндігім бар дейді. Лира ханым, сенің жаның кімдікі? Ерікті адамдікі ма? Жоқ әлде құлдікі ма? Ендеше ерікті адамдікі болса, басыңды көтер, құлшын дейді. Сөйтіп Табасарға қайтеді. Айтып қана қоймай, осы мүмкіндікті де береді. Құлдықтан құтылған Табасар қайтып келгеннен кейін не істейді? Отбасын дұрыстап басқарады. Екіншісі, экономикасын дұрыстап басқарады. Үшіншісі, кәсібін дұрыстап басқарады. Осының нәтижесінде бірте-бірте қарыздарынан құтылып, кешегі Бабилондағы шелектеп төккен абыройын қайтеді. Бір талдап жүріп, қасықтап жиғандай болады. Әрине, біртіндеп адамдардың сеніміне бөленіп, Бабилондағы құрметті адамдардың қатарына кіреді. Ол шыныменен де өзінің көкірегіндегі қорқынышты жеңіп, өзінің жауларынан ада күде құтылады.